Сәлеметсіздер ме, Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжінің білім алушылары. Химия және биология пәндерінің оқытушысы Жунисова Тұраш Алгазиевна. Сабақтың тақырыбы спирттер мен фенолдар, көп атомды спирттер. Сабақтың мақсаты оттекті органикалық қосылыстар жайлы мәлімет бере отырып, бір атомды спирттер құрамында OH тобы бар көмірсутектердің туындысы екенімен танысу. Спирттерде болатын функционалдық топ және оның спирттердің қасиетіне әсерін, жалпы формуласын, ережесін білу, спирттердің изомерін жазу, оны халықаралық атау жүйесімен атай білу. Спирттердің жіктелуі мен гомологы. Спирттер дегеніміз молекуласында көмірсутек радикалымен байланысқан бір немесе бірнеше функционалдық гидроксил тобы бар органикалық заттарды айтамыз. Спирттердің жалпы формуласы ROH немесе SnH2n+1OH. Спирттер бір атомды. Метанол CH3OH, этанол CH3CH2OH, көп атомды этилен гликоль немесе глицерин болып бөлінеді. Спирттер үш топқа бөлінеді. Қаныққан этил спирті бір байланыста, қанықпаған бір қос байланысы бар винил спирті және жабық ароматты бензил спирті. Формуласы және аттары, гомологтық қатары: CH3OH метанол метил спирті, C2H5OH этанол этил спирті, C3H7OH пропанол пропил спирті, C4H9OH бутанол бутил спирті, C5H11OH пентанол пентил спирті, C6H13OH гексанол гексил спирті, C7H15OH гептанол гептил спирті. Арғарата осылай кете береді. Айырмасы гомологтық топ CH2. Атаулары изомері. Юкпак халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттерді көмірсутектердің атына О деген жұрнақ қосып атайды. Функционалды OH тобы байланысқан ең ұзын тізбек таңдап алынып, көміртек атомдарын гидроксил тобы жақын орналасқан жағынан бастап нөмірлейміз. Біріншіде С3 диметил пентанол 2, екіншіде H диметил бутанол 2 болып аталады. Спирттердің изомері. Олар көміртек қаңқасының құрылысына байланысты. Бутанол 1. Көмірсутек тізбесіндегі гидроксил тобының орнына байланысты. Пентанол 2. Класс аралық изомерлену метил-этил эфирі. Алынуы. Көмірсутектердің галоген туындыларынан алу. Бром этилді суға мен әрекеттестіргенде этанол спирті және бром сутек қышқылын аламыз. Қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау арқылы алу. Этиленді сумен әрекеттестіргенде этанол спиртін алу. Метанолды өнеркәсіпте улы газды тотықсыздандырғанда метанол спиртін алу. Төртінші, этанолды көмірсуларды ашыту арқылы этил спирті және көмір қышқыл газы бөлінеді. Химиялық қасиеттері. Спирттердің сілтілік және сілтілік жер металдармен әрекеттесуі. Бірінші, этанол спирті натрий металмен әрекеттескенде тұз алынады, натрий этилаты және бір молекуласы сутектің. Екінші, этанол спирті жанғанда, жану реакциясына түскенде көмір қышқыл газыменен су бөлінеді. Спирттердің тотығу, біріншілік спирттердің тотығуы, ол жерде альдегид бөлінеді және келесі тотыққанда сірке қышқылын алуға болады. Екіншілік спирттердің тотығуында судың молекуласы бөліне отырып, ацетон алынады. Спирттердің дегидрленуі. Спирттерді катализатор қатысуында, мыс катализаторының қатысуында, бұл жерде альдегид бөлінеді және сутек молекуласы бөлінеді.
газының. Галоген сутектермен әрекеттесуінде бром, этан және су бөлінеді. Дегидратациялану реакциясында сірке қышқылының концентрленген қатысуымен 170 градуста этилен газы мен су бөлінеді. Эфирлену реакциясы бұл жерде екі спирттер өзара этанолдар әрекеттесе отырып, сірке қышқылының қатысуында диэтил эфир немесе жай эфир алынады, су бөлінеді. Қолданылуы спирттердің: синтез газ ретінде, еріткіш ретінде, машина моторына, медицина саласында, каучук өндірісінде, парфюмерия саласында, косметология және сірке қышқылы алуда формальдегидтер дайындалынады. Метанол спирті ол еріткіш ретінде қолданады. Формальдегид медицина саласында, химия өнеркәсібінде хлор, метан, галоген туындыларымен, отын ретінде пайдаланылады. Пластмасса алу саласында және құмырсқа қышқылын алуға болады. Этанол спирті ол көксағыз ретінде, каучук дайындауда, еріткіш ретінде, медицина саласында, отын ретінде, пластмасса алуда, парфюмерияда, бояулар алынады және тамақ өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Фенолдар. Фенолдар молекула құрамында көміртек атоммен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксил тобы бар қош иісті қосылыстар. Құрамында гидроксил тобының санына қарай 1, 2, 3 атомды фенолдар болып бөлінеді. Ол жерде гидроксил тобының санына байланысты. Фенолдың физикалық қасиеттері және қолданылуы. Фенолдар суда нашар еритін кристалды заттар, ал екі атомды фенолдар суда жақсы ериді. Өздеріне тән иістері болады, улы, антисептиктер, теріге тисе күйдіреді. Кристаллы гидраттарының фенолдың өзіне қарағанда балқу температуралары төмен болады. Фенолдар пластмассалар, фенол формальдегид пластмассасын алынады. Дәрі-дәрмек алуда салицил қышқылдар және оның туындыларын, бояғыш заттар, қопарылғыш заттар, пикрин қышқылын алуға болады. Фенолдың метил эфирі анизол деп атайды. Сұйық зат, иісі бар және бояғыш заттар алуға кеңінен қолданады. Фенолдың химиялық қасиеттері. Фенолдардың ароматты ядросы да, гидроксил тобы да реакцияға түскіш. Фенолдардың карбол қышқылының қышқылдық қасиеті спирттер мен судың қышқылдық қасиеттерінен жоғары болғандықтан натрий карбонатынан көмір қышқыл газын ығыстыра алмайды. Керісінше фенолдарды көмір қышқылы фенолят ерітінділерінен ығыстырады. Балалар, бүгінгі материалды сіздер таныса отырып, енді сол материалмен жұмыс істеңдер үйде және үйге тапсырма алыңдар. Заттың құрылымдық формуласын жазып, және екінші сызба нұсқада спирттерді табу, өзгеріс шешу айналым реакциясы, Вен диаграммасында ортақ этанол мен глицериннің қасиеттерін айтып өтесіңдер және реакция теңдеулерін сәйкестік тестіне жауап бересіңдер де үнемдей бір есеп шығарып келесіңдер. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.